Ауа райы жаңбырлы болып тұр. Терминалға келдік. Қазір круизға регистрация жасаймыз. Осылай посадочный талонды нужно вот так распечатать. И осылай бекітеді деп, мына екі багажды бізге комнатаға өздері әкеп береді. Все, багажымызды өткіздік, енді регистрация жасау керек круизге. Жүріңдер баласа, кіреміз. Сейчас проверяет то, что у нас в ручной кладе. Регистрациядан өтіп жатырмыз. Регистрация өту үшін тек қана паспорт және посадочный талон керек. Және фотоға түсіретін болады. Жалпы қиын емес. Және тез ешқандай очередь жоқ. Осылай міндетті түрде фотоға түсіріп алады. Регистрация жасадық, чекин жасадық. Қараңыздар, осындай круизная карта береді. Күшті. Бүгін қыркүйектің 15-і. Барселонада жаңбыр құйып тұр. Біз қазір лайнерге отыруға бара жатырмыз. MSC World Europe. Круизный лайнер. Ұзындығы 333 метр, ені 50 метр. Адам саны 10.000, 22 этаждық, осындай үлкен круизный лайнер кеме. Керемет, бұйырса 7 күн бойы осы лайнерде саяхаттайтын боламыз. Қазір лайнерға кіреміз. Осындай туннель сияқты нәрседен өтеді екен. Круизный лайнерға кірдік. Кіре сағанда осындай. Комнатамызға барайық. Комната дайын деп айтпақшы. Я комната дайын бара беріңіздер деп айтты. Давайте лифт. 16 этаж керек бізге. Өзіміздің номерімізге бара жатырмыз. Қандай болады екен, өте қызық. Қазір сіздерге рум-тур түсіретін боламын. Негізі с видом на море, с балконом таңдаған болатынбыз. Да? Кет қалдық, каждый неде қызыммен тұрасың, қай жерде тұрған. Ориентир үшін осындай тақтайшалар бар. Жолдасым апарамын дейді ғой. Мен пока не разобралась. Жаным быстро разобрался, молодец. Не зря я тебя взяла в круиз. Серьезно? Там есть наш багаж? Мен айтқаным, багажды әлі алып келіп үлгермеді деп сөйтсем үлгеріпті. Осындай круизная картаның көмегімен біз бөлмені ашамыз. Қараңыздар. Қалай екен біздің номер? Классно! Сезім жоқ. Керемет! Балконды қараңыздар! Балкон өте әдемі. Өте әдемі, қазір видті көрсетемін. Вообще, сезім жоқ. Еще бізде мынадай комната бар екен. Это уборная. Мына жерде душ. Шағын ғана барлығы бар екен. Мына жерде, кстати, не бар? Shower gel and shampoo. В общем, гель для душа и шампунь. Все предусмотрено. Супер! Классно! Вот это я! Привет! Күшті ма? Қарашы, жүріп жатыр ақырындап. Мен ойлағанмын, там морская болезнь, кішкене укачивать етеді ма деп. Тіпті жүргенін мен байқамай да қалдым. Бір кезде баласы айтады, мама жүріп бастадық дейді. Мына жерде тұрған мини бар. Ол платно, бесплатно деп ойлап қалмаңыздар. Мына жазылып тұр. Және де мұнда бағалары жазылып тұр. Сіз қолдансаңыз, қандай сумма төлейтіндігіңіз. Встроенный шкафтары осындай. Қараңыздар, өте ыңғайлы. Мынадай полкалардан тұрады. Мынадай выдвижной ящиктер бар. Өте ыңғайлы. Және де осындай киім ілгіштер де болады. Мен жаңа санап едім.
киім ілгіштен 13 данасын береді екен. Біз үйден алып алғанбыз, болмайтын шығар деп сөйтсек болады екен. Сонымен қатар лайнерде фен бар. Фенді алып келудің қажеті жоқ. Бірақ енді утюжок қажет болса алып алыңыздар. Кейде кіргізеді, жаңағы плойка, утюжок деген нәрселер кейде кіргізбейді. Егер кіргізбейміз деп алып қалса, осы лайнерден шыққан кезде қайтарып ала аласыз. Жалпы бөлмеде орын енді тым көп емес, орын аздау, сондықтан біз чемодандарымызды мына төсектің астына орналастырып қойдық. Біздің 2 орташа чемодан сыйып кетті. Осындай лайфхак сіздерге. Мына жерде міне телефон бар, теледидар бар, міне теледидардың пульті, осындай қағаздарды осылай қойып қойсаңыздар болады. Розеткалары бар, міне қайда? Мынадай розетка бар, және де бізге үйреншікті мынадай розеткалар да бар. Өте барлығы ыңғайлы. Ойластырылған мына жерде мынандай киім ілгіштер бар. Күнделікті сіз кешкі асқа кеткен уақытта комнатаңызға осындай келесі күннің программасын алып келеді. Яғни келесі күні ертең қандай ауа райы, қашан рассвет, қашан закат, сағат қаншада келеді. Мысалға 20 қыркүйек біз Валеттаға келдік, сағат 8-де келдік. Сағат 5-те кеме ол қаладан жүріп кетеді, 4:30-да барлығына барту болуы керек. Погода, Валеттадан кейінгі порт Барселона деген сияқты. Қараңыздар, және де мына жерде күнделікті дресс-код. Мысалы 20 сентябрьда Валеттада бізде дресс-код элегантный болды. Осындай неше түрлі информациялар көрсетілген. Және де бүгінгі скидкалар, бүгінгі предложениялар, daily планер қараңыздар. Мына жерде стретчинг, аэробика, театр, шоулар барлығы да жазылған. Қараңыздар. Мына жерде World Theater, мировой театр. Осы жерде спектакльдер болады, концерттер болады. Өте қызықты. Алдын ала резерв бойынша жұмыс істейді. Бір күн бұрын MSC for Me деген приложениеге кіріп, регистрация, яғни резерв жасап қою керек. Лайнерде даже казино бар. Я не люблю азартные игры, но этот человек решил немного поиграть. Мынадай жер бар екен, 18-ші этажда. Қызымыз қорықпайды, ал мен өте қатты қорқамын биіктіктен. Мынадай аттракцион бар лайнерде. Venom Drop, капля яда деп аталады. Осындай жылан бейнесінде 22-ші этаждан бірден 8-ші этажға дейін түседі. Алдаш келе жатырмын мен. Чеше қапара көтіп. Күшті екен. Марат осы жерден сырғанауға кетті.
ощущение? Қалай екен? Күшті екен. Қорқынышты ма? Қорқынышты ма? Кішкене басын айналдырып жіберді екен. Тез Тез бе екен? Қорқынышты ма кішкене? Басында да? Қатты емес па? Нелер жоғарыда? Осындай аквапаркке отыру үшін және де Град Веном деген жыланға отыру үшін осындай разрешение толтыру керек. Содан кейін сіздерге осындай не береді? Браслет береді, иә? Өз өміріме өзім жауап беремін деген қағаз. Мына балаға рұқсат берген жоқ. Бұл аквапаркке рұқсат алу үшін кем дегенде 7 жаста болу керек бала, және де бойы 130 сантиметрден артық болуы керек. Мына жерде мына үлкен көк, ол жерден осындай баллондармен 2 адам болып сырғанауға болады екен. Ал мына жерде бір-бірден қолдасым шықты. Классно! Круто! Мына жерде детский бассейн бар. Әрбір бассейннің жанында осындай құтқарушы адамдар бар. Осындай кішкентай шағын детский бассейн. Балоса в восторге. Лайнерде 18 этажда үлкен бассейн, открытый, закрытый бассейн бар. Ол жерде тағы джакузи бар. Мына 20 этаж. Бұл жерде тоже джакузи бар, лежактар бар. Ботаник Garden Pool. Самый основной бассейн дері. На внутренний бассейн, который крытый бассейн. На жерде джакузи, а на жерде тоже джакузи. Жалпы вода, морская вода. Вот здесь морская вода. Супруг говорит, что терең қараңыздар, бірде 60 метр деп жазып отыр. Енді қазір открытый бассейндерін көрсетемін. Қараңыздар, это открытый бассейн. Вот самый основной бассейн вот это. Бұл лайнердің артқы жағында, лайнердің алдыңғы жағында тоже бассейн бар. На жерде обычно стретчинг, аэробика. Сондай өтеді. Тоже терең деп айтады, и тут тоже морская вода. А детский бассейн там обычная вода, не соленая. И детский бассейн жылырақ дейді жолдасым. Осындай MSC лайнерден шықтық. Міне, мына жерде MSC Excursions деп тұр. MSC-дің өзінің ұйымдастыратын экскурсияларына осындай көп автобустар тұрады. Олар өздері экскурсия ұйымдастырады, бірақ өте қымбат. Біз кеше қарадық, 100 евро, 200-300 евро деп кете береді. Экскурсияның қай жерге баратына байланысты. Біз өзіміз пешком қаланы аралап жүрміз. Негізі кез келген қаланы өзіңіз араласаңыз болады. Ешқандай экскурсиясыз. Біз бүгін Мессина қаласындамыз. Италиядағы Сицилия деген аралдағы қала. Кейбір порттарда шыға салғанда қала осылай жағалауға тиіп тұрады. Ал кейбір қалалар, мысалға Марсель қаласының орталығына жету үшін 30 минут қажет болды. Біз ол кезде осы MSC компаниясының өзінің жаңағы қаланың орталығына апаратын автобустарын қолдандық. Оны шаттл деп атайды. Шаттл бас деп тұрады Марсель қаласында. Ал Генуя қаласында осылай жаяу өзіміз бардық. Кеше Неаполь қаласында да өзіміз бардық жаяу.